Сәлем достар! Бүгін біз әліппенің ә әріпін үйренетін боламыз. Бізге көмекке Поли Робокар, сәлем балақайлар, және Мини Маус Сәлем! келіп отыр. Ал достар, алдымен ә әрпінен басталатын сөздер айтып, кішкене жаттығу жасап алайық. Әтеш, Әже, әлем, әріп. жарайсыңдар. Ал енді кішкене сайыс өткізейік. Сайысымыз буынға бөлу деп аталады. Сендерге берілген әрпінен басталатын сөздерді буынға бөлу керексіңдер. Ал дайынсыңдар ма? Кеттік. Маған берілген әтеш сөзін әтеш деп екі буынға бөлдім. Жарайсың? Мини, баста. Маған берілген әріп сөзін мен әріп деп екіге бөлдім. Жарайсыңдар, екеуіңде де бір ұпайдан. Келесі сөз әткеншек сөзі. Мен оны әткеншек деп үш буынға бөлдім. Келесі сөзіміз әнші. Әнші деп екі буынға бөлдім. Екеуіңде де екі ұпайдан. Келесі сөзіміз әліппе сөзі. Әліппе деп үш буынға бөлдім. Келесі сөз әке сөзі. Әке деп екі буынға бөлдім. Жарайсыңдар, екеуіңде де үш ұпайдан. Яғни жеңімпаз Поли мен Мини. Жарайсыңдар. Ал достар, әріпін ұмытпас үшін жаттығулар жасап тұруды естен шығармаңыздар. Біз сіздерге сау бол дейміз. Сау болыңдар.